Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бұл сабақта біз сіздермен бірге кішкентай қыздарға, жалпы кез келген размерге юбка тоқып үйренетін боламыз. Бізге қажетті материалдар: жіп, сантиметровая лента, крючок және қайшы. Жіп менде Турция жібі, Газал Baby Cotton, 50 грамда 165 метр. Составы 60% хлопок, 40% акрил. Детский жіп баланың денесіне өте приятный болып келеді. Крючок номері 2 және 3 мм деп тұр. Мен 3 мм крючокпен тоқитын боламын. Сіздер кез келген жіпті пайдалана берсеңіздер болады. Жаздық юбка тоқитын болсаңыздар, желательно составында хлопок болсын. Тоқымамызды бастамас бұрын қыздар міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Юбканы тоқу үшін бізге ең бірінші баланың бел орамының өлшемі қажет болады. Мен 2 жасқа тоқимын, бел орамы 50 см. Егер сіздер крючокпен мүлдем тоқып білмейтін болсаңыздар, онда осы видеоның астында описаниеге мен крючокпен тоқып үйрену сабақтарына ссылка қалдырып кететін боламын. Міндетті түрде сол сабақтарды меңгеріп, содан кейін барып осы юбканы тоқып көрсеңіздер болады. Біз баланың бел орамын өлшеп алдық, Мысалы, менде 50 см, сіздерде өз өлшемдеріңіз болады. Енді сол 50 см-ге мен юбканың резинкасын тоқуым керек. Яғни ұзындығы 50 см болатын резинканы тоқуым керек. Резинканың биіктігі 4-5 см болса болады. Кольцо жасаймыз. Кольцоның ішінен жұмыс петлясын шығарып аламыз. Мінекей крючокта бізде жұмыс петлясы. Енді мен 4 см биіктікте болу үшін 13 воздушная петля іліп аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 болды. Енді қараңыздар, мынау бізде 13-ші воздушная петля. Бұл 13-ші воздушная петля есептелмейді, яғни келесі мінекей 12. 12-ші воздушная петлядан бастап санаймыз. Яғни келесі бірінші қатарды біз осы 12-ші воздушная петлядан бастаймыз. Мінекей 13 тұрады, яғни 12-ден тоқып бастаймыз осы жерден. Резинканы біз полустолбике без накида узорымен тоқитын боламыз. Бұл узордың екінші атауы соединительная петля. Мінекей, 12-ші воздушная петляға крючоктан кейінгі 1-2-ші петляға мінекей. Полустолбик без накида тоқимыз. Крючокты петляның бір қабырғасының астынан кіргіземіз. Жұмыс жібін осы 2 петлядан да бірден шығарып аламыз. Мінекей. 1, 2, 3. Крючокты кіргіземіз. Жұмыс жібін 2 петлядан да тартып аламыз. Крючокты кіргіземіз. Жұмыс жібін 2 петлядан да тартып аламыз. Және санап отыруды ұмытпаймыз, қыздар. Менде 5-ші полустолбик. 6, 7, 8, 9, 10. Петляларды қатты тартпаңыздар, сәл бостау қылып тоқыңыздар. 11 және соңғы 12-ші полустолбик без накида. Мінекей. Біз бағана 13-ші воздушная петляға тиіскен жоқпыз, оған тоқыған жоқпыз. Келесі 12-ден бастадық. Яғни бізде 12 полустолбик без накида шықты. Бұл біздің бірінші қатарымыз. Бірінші қатарды, әр қатарды біткен кезде біз міндетті түрде бір воздушная петля тоқимыз қатардың соңында. Тоқымамызды бұрамыз.
келесі екінші қатарды тоқып бастаймыз. Бірінші қатарда 12 полустолбик болған болса, екінші қатарда да сол столбик саны өзгермейді, яғни 12 полустолбик тоқимыз. Бұл жерде сіздер қараңыздар. Мінекей, мына жерде ең бірінші петлямыз көрініп тұр, былай жоғары жақтан қарасаңыздар болады. Мынау бізде жаңағы. Мынау бізде түбіндегі тоқыған воздушная петлямыз, ал одан кейінгісі біз тоқитын бірінші петля болады. Соныңна бер жақтағы емес, ар жақтағы қабырғасының астынан алып тоқимыз. Міне, ар жақтағы қабырға. Яғни мына петляның ортасынан кіргіземіз. Крючокты кіргізіп, жұмыс жібін екеуінен де бірге шығарып аламыз. Бір. Мінекей, ортасынан кіргіздім, арғы қабырғаның астынан. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. 10. 11. және мына шетіндегі ең соңғы петляға 12-ші полустолбик без накида тоқимыз. Мінекей, бізде екі қатар тоқылды. Қатардың соңында міндетті түрде бір воздушная петля тоқимыз. Тоқымамызды бұрамыз. Бұрған кезде үнемі бір жаққа ғана қарай бұрыңыздар, сол кезде шет-шеттері аккуратно болып шығады. Мен мысалы тоқымамды үнемі былай бұрам. Бүйтіп тоқып біткеннен кейін былай қарай бұрмаймын. Тек бір ғана бағытқа бұрып отырам. Сонда шеті аккуратно болады бізде. Так, мына крючоктан кейінгі тұрған бізде воздушная петля, одан кейінгісі біз тоқитын бірінші петлямыз. Келесі үшінші қатарды тоқимын. Бір. Екі. Әр қатарда міндетті түрде санап өту керек, қыздар. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. 10. 11. және ең шетіндегі петляға 12-ші полустолбигімізді тоқимыз. Менде 3 қатар тоқылды. Қатардың соңында бір воздушная петля тоқимыз да, тоқымамызды бұрып, келесі қатарымызды бастап кетеміз. Мінекей, қатардың саны өзгермеу керек, қыздар, мұқият болыңыздар. 12-мен бастадыңыздар ма, 12-мен аяқтауыңыз керек. Егер 14-пен бастасаңыздар, онда қатардың соңына дейін 14 полустолбик қалу керек сіздерде. Қатардың саны өзгермеу керек. Осылай өздеріңізге қажетті ұзындықта тоқып шығыңыздар. Мен 50 сантиметрге тоқимын. Қараңыздар, менде мында дайын резинкам бар, уже тоқылған. Мінекей, бұл енді бізде резинка болғаннан кейін, мына осы тұрған тұрысында 50 сантиметр болмау керек. Бұл бізде созылады, я. Бұны созып отырып өлшейміз. Қатты созбаңыздар, баланың қарның қысып қалмасын, я. Ішін қысып қалмасын. Мінекей, шетіне қоямын да, менде міне 0 осы көк бас жағынан басталады. Шетінен қоямын да. Неге тартпаған күйінде менде почти 40 болып тұр. Ал созсам, созған кезде осылай, осы күйінде 50 сантиметр болып тұр. Неге осылай міндетті түрде созып отырып өлшейсіздер. Мен тағы да 3 қатар қосамын. Содан кейін біз резинкамыздың бас жағы мен аяқ жағын бір-біріне жалғайтын боламыз. Мінекей қыздар, тағы да 3-4 қатар тоқып шықтым. Енді мынау біздің жаңағы тоқып біткен жағымыз, ал мынау резинканың бас жағы. Сол
резинканың бастаған жеріміз бер жақ шетінде тұрады. Мінекей мына жақта ең бірінші тұрған петляның екі қабырғасынан крючокты өткіземіз. Мінекей екі қабырғасынан бірге осылай өткіземіз да, мына жақтағы петляны крючокқа іліп, мінекей мына жерден шығарып аламыз. Бергі жақтан шығардық, Енді бір воздушная петля тоқимыз. Так, енді қараңыздар. Қайтадан осы бірінші тұрған петляға, жаңағына тоқыған петляға біз крючогымызды кіргіземіз. Ал арғы жақтағы ең бірінші петляның арғы қабырғасынан, мінекей арғы қабырғасынан крючогымызды кіргізіп, жұмыс петлясын осының барлығынан бірге өткіземіз. Мінекей бергі жақ бөлігінде екі қабырғасынан бірге аламыз. Ал арғы жақ бөлігінде бір ғана ар жақтағы қабырғасынан өткіземіз. Мінекей жұмыс жібін барлық петлядан өткізіп тоқимыз. Мінекей келесі петля, екі қабырғасы, ар жақтағы қабырғасы, жұмыс жібін барлығынан бірге өткіземіз. Екі қабырғасы, бір қабырғасы, жұмыс жібін барлығынан бірге өткіземіз. Екі қабырғасы, бір қабырғасы, жұмыс жібін барлығынан бірге өткіземіз. Екі қабырғасы, бір қабырғасы, жұмыс жібін барлығынан бірге өткіземіз. Екі қабырғасы, бір қабырғасы, жұмыс жібін барлығынан өткіземіз. Және соңғы екі қабырғасы, ар жақтағы соңғы петляның бір қабырғасы, жұмыс жібін барлығынан бірге өткізіп, осылай тоқымамызды аяқтаймыз. Мынау бізде резинканың сырт жағы болады, ал мынау шов білініп тұрған жері ол іш жағы болады. Осы жерден біз бір воздушная петля тоқимыз. Мінекей. Енді тоқымамызды былай аударамыз да, сырт жағынан қаратып, мынау бізде сырт жағы ғой. Осы сырт жағынан қаратамыз да, қазір уже юбканың етегін тоқимыз. Бір воздушная петля тоқығаннан кейін біз бірінші қатарды полустолбик с накидом узорымен тоқитын боламыз. Қараңыздар, ол столбиктарды біз деген, мінекей, мына біреу косичкада бізде воздушная петля тұр, екі косичка, екі қатар тұр ғой, бір, екі. Осының арасына бір столбик тоқимыз, одан кейін мына косичканың үстінен бір столбик тоқимыз. Арасына бір столбик тоқимыз, косичканың үстінен бір столбик тоқимыз. Өстіп, арасына біреу, косичкаға біреу, арасына біреу, косичкаға біреу. Осылай бірінші қатарды тоқып шығамыз. Арасына тоқимын, полустолбик с накидом. Полустолбик бізде накид іліп аламыз. Одан кейін крючокты петляға кіргізіп жұмыс жібін тартамыз. Крючокты 3 петля, жұмыс жібін осы 3 петлядан бірге өткіземіз. Бұл узордың тоқылуын мен жаңағы видеоның басында айтып кеттім. Крючокпен тоқып үйрену сабағын саламын деп. Сол жерде анықтап көрсетілген. Мінекей келесісі екі арасына тоқимын. Бір полустолбик с накидом. Одан кейінгісін косичканың үстіне тоқимын. Арасына тоқимын.
полустолбикті, одан кейін косичканың үстіне тоқимын. Арасына тоқимын. Одан кейін косичканың үстіне тоқимын. Мінекей осылай бірінші қатарды өздеріңіз айналдыра отырып тоқып шығыңыздар. Мінекей мына жерінде кездесеміз қатарды бір-біріне біріктіретін кезде. Бірінші қатарды тоқып болдым. Мінекей ең соңғы полустолбигім. Енді қатарды бас жағымен біріктіретін боламыз. Мынау бізде воздушная петлямыз. Одан кейінгі бірінші петля. Мінекей сол бірінші петляның екі қабырғасынан да астынан өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз крючоктағы петлядан да. Бұл бізде соединительная петля болды. Енді бір воздушная петля көтереміз. Келесі қатарды тоқу үшін тоқымамызды бұрамыз. Екінші қатарда біз прибавка жасауымыз керек. Яғни юбкамыздың етегі кең болу үшін петлялардың санын көбейтуіміз керек. Ол үшін біз әр үшінші петляға екі полустолбик с накидом тоқып отырамыз. Мінекей накид іліп алдым. Ең түбіндегі бірінші петляға мінекей екі қабырғасынан бірге іліп аламыз, қыздар. Бір полустолбик с накидом тоқимын ең бірінші петляға. Екінші петляға полустолбик с накидом тоқимын. Ал үшінші петляға мен екі полустолбик с накидом тоқитын болам. Мінекей екі қабырғасының астынан, екі қабырғасынан бірге іліп алып тоқимыз. Бір полустолбик және қайтадан сол жерге екінші полустолбикті тоқимыз. Қайталаймыз. Бірінші петляға біреу, екінші петляға біреу, ал үшінші петляға екі полустолбик с накидом тоқимыз. Қайтадан сол жерге екіншісін тоқыдым. Біреу, біреу, екеу. Біреу, біреу, екеу. Мінекей. Осылай, қыздар, өздеріңіз қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Үшіншісіне мінекей екі полустолбик с накидом тоқимын. Мінекей тағы да бір рет көрсетейін. Бір полустолбик, екінші полустолбик, мінекей үшіншіге бірден екі полустолбик тоқимыз. Мінекей осылай соңына дейін қатарды өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Қатардың соңына келдім. Мінекей бір полустолбик, екінші полустолбик және ең соңғысына екі полустолбикті тоқимын. Мынау бізде воздушная петля болады. Жоғар жағында тұрған ең бірінші петлямен қатарды біріктіреміз. Бір воздушная петля тоқимыз. Енді келесі қатар. Мінекей қараңыздар, прибавкадан кейін біздің юбкамыз осылай болып шығады. Ары қарай мінекей тоқымамызды бұрамызда. Әрі қарай, қыздар, ешқандай прибавкасыз әр петляға бір полустолбиктан тоқи бересіздер. Мінекей осылай. Әр петляға бір-бірден тоқи бересіздер. Мінекей бірінші іш жағынан тоқисыздар. Қатар біткеннен кейін сырт жағынан тоқисыздар. Кезектесіп отырып, ішінен сыртынан тоқып отырасыздар. Осылай ары қарай өздеріңіз қажет ұзындыққа дейін тоқып шығыңыздар. Мен 25 сантиметр биіктікте тоқып шықтым. Резинкасының жоғары жағынан бастап өлшейміз. 25 сантиметр болды. Негізі осылай қалдырса да болады. Бірақ мен етегіне обвязка жасаймын. Соңғы бір қатарды обвязка жасаймын. Обвязканың түрлері көп. Негізі ратишак узорымен де жасауға болады. Мен мынандай түрмен жасаймын қазір. Мінекей бізде мынау шовымыз. Шовым осылай болып тұрады.
бұл юбканың арт жағы болады ғой. Жібімді мына жерден үзіп тастадым. Енді соңғы қатарды юбканың сырт жағынан дәл осы жіппен, бірақ ақ түсімен жасаймын обвязканы. Мына жерден ақ жіпті жалғайым. Жіпті бекіттік. Енді 3 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3. Енді қайтадан осы жерге 2 аяқталмаған столбик с накидом тоқимыз. Накид іліп алдық. Столбик с накидом тоқимыз, бірақ аяқталмаған болатыны. Бірінші, екінші петляны қыстырып аламыз. Әрі қарай толық столбикті тоқымаймыз, осылай жартылай тоқтап, дәл осы жерге екінші аяқталмаған столбик с накидом тоқимыз. Және бірінші мен екінші петляны ғана тоқимын. Бізде 1-2 столбик аяқталмаған, ал мынау бізде воздушная петлялар. Крючокта 3 петля, осы үшеуін қосып бір тоқимыз. Енді қараңыздар, жаңағы тоқыған петлядан кейін бірінші, екінші петляға тоқымаймыз, үшінші петлясына біз столбик без накида тоқимыз. Осылай болады. Қайтадан 1, 2, 3 воздушная петля. Дәл осы жерге аяқталмаған 2 столбик с накидом. Біреу, екеу. Крючокта 3 петля, осы үшеуін қосып тоқимыз. 1 петля, 2 петля, үшіншісіне столбик без накида тоқимыз. Қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3 воздушная петля. Осы жерге аяқталмаған 1 столбик, 2 столбик с накидом. Және крючоктағы 3 петляны қосып тоқимыз. 1, 2, 3 петляға столбик с накидом тоқимыз. Дәл осылай қайталап айналдыра отырып өздеріңіз тоқып шығыңыздар жиегін. Соңғысын тоқим. 1, 2, так, 3 петляны өткізіп аламын да, енді бас жағымен біріктіре саламын. Осымен біздің юбкамыз дайын болды. Мына жіптердің ұштарын деген кәдімгі инеге өткізіп, петлялардың арасына жасырып шықсаңыздар болады. Бұлай қарай бір өткіздім, және кері қарай тағы да бір рет өткіздім. Енді кесіп тастауға болады. Мына артық шығып тұрған жіптердің ұшының барлығын жаңағы мен көрсеткендей инемен жасырып шығасыздар. Енді мына қалған кішкене ғана жіппен мына юбкаға комплект ретінде кішігірім повязка жасаймыз.